Мен Кесбаева Мадина Айдарқызы, Ыбырай Алтынсарин атындағы Рудный әлеуметтік гуманитарлық колледжінің бастауыш білім беру мамандығының 4-ші курс студенті. 3-ші сыныпқа арналған жаратылыстану пәнінен ас не үшін қажет тақырыбына видеосабақ жүргізетін боламын. Оқу мақсаты. Сабақ мақсаты. Қазір бізде жаратылыстану сабағы. Сабағымызды бастамас бұрын кішкене көңіл күйімізді көтеріп алайық. Ол үшін менің артымнан мына өлең жолдарын қайталаймыз. Шырылдады қоңырау. Біз сабақты бастаймыз. Партамызға отырып, өзара көз тастаймыз. Жаңа білім алуға, алға қадам жасаймыз. Жарайсыңдар, өте керемет. Сабағымызды жалғастырамыз. Балалар, өткен сабақта біз 2-ші бөлімді аяқтадық. Ендеше, сәл есімізге түсірейік. Ол үшін менің мына сұрақтарыма жауап беріңдер. Жануарларды қандай топтарға әрі қандай белгілері бойынша бөлуге болады? Адам жануарлар санының өзгеруіне қалай ықпал етеді? Алуан түрлі жануарлар қайда тіршілік ете алады? Жарайсыңдар балалар, өте керемет. Балалар, әдеттегідей барлығымыз тақтаға назар аударамыз, және үй жұмысы бойынша өз-өзімізді бағалаймыз. Жарайсыңдар, барлығымыз берілген суретке назар аударамыз. Бұл суретте не берілген? Дұрыс айтасыңдар, бұл суретте адамның суреті берілген. Бүгінгі сабақта біз жаңа бөлімді бастаймыз. Қалай ойлайсыңдар? Ол бөлім берілген суретке байланысты ма? Жарайсың. Біз жаңа адам бөлімін бастаймыз. Бұл бөлімде сендер адамның энергияны қайдан алатынын, қалай тыныс алатынын, оның қан айналым жүйесінің қалай жұмыс істейтінін білесіңдер. Адам ағзасының жұқпалы аурулар мен инфекциядан қалай қорғанатынын түсінесіңдер. Балалар, менің қоятын сұрақтарыма ойланып, жауап беріп көріңдерші. Дұрыс тамақтану жүрек пен тамырды нығайтуға қалай ықпал етеді? Денеге күш түскенде адамның тыныс алуы неліктен жиілей бастайды? Таза ауада ұзақ жүру неліктен пайдалы? Өте керемет. Бөлім жайлы барлығы түсінікті болса, жаңа тақырыпқа көшейік. Жаңа бөлімнің алғашқы сабағы ас не үшін қажет? Бұл сабақта сендер адамға қандай қоректік заттар қажет екенін білетін боласыңдар. Балалар, қалай ойлайсыңдар? Адам күніне неше рет тамақтану қажет? Таңғы асты қай уақытта ішкен дұрыс? Ал кешкі асты ше? Тамақты шамадан артық ішкен адам өзін қалай сезінеді? Жарайсыңдар, ендеше мені мұқият тыңдаймыз. Адам астан энергия алады. Ас энергиясының мөлшері оның энергетикалық құнарлылығы деп аталады. Бұл шама калориямен немесе килокалориямен өлшенеді. Түсінікті болса, жеке жұмысқа көшейік. Әрқайсымыз жеке-жеке таңғы ас мәзірін дайындаймыз. Ол тағамдарды неліктен таңдағандарында кейін талқылаймыз. Енді менің сұрақтарыма жауап беріңдер. Тәуліктің қай бөлігінде ботқа жеген дұрыс? Неліктен? Келесі, таңғы асқа тағы қандай тағамдар ішуге болады? Барлығымыз тақтаға назар аударамыз, жеке жұмыстан кейін әрқайсымыз өз-өзімізді бағалаймыз. Жарайсыңдар. Балалар, енді барлығымыз орнымыздан тұрып, сәл сергіп алайық. Орнымыздан тұрайық. Алақанды ұрайық. Бір отырып, бір тұрып, біз бірдем алайық. Жарайсыңдар, өте керемет, орнымызға жайғасамыз. Оқушылар, дұрыс тамақтану жайлы толығырақ білу үшін оқулықтың 49-шы бетіне назар аударамыз. Барлығымыз жеке оқып шығамыз. Дұрыс тамақтану дегеніміз не екенін
білеміз. Зерттеу жұмысына көшейік. Оқушылар барлығымыз азық-түлік өнімдерінің орама қағаздарын, жапсырма қаптамаларын аламыз. Алдымен біз қаптамаларды зерттейміз. Қаптамаларды зерттеу барысында азық-түлік құрамын табамыз. Азық-түлік құрамын тауып алсақ, оны жазып аламыз. Азық-түліктерді құрамындағы көмірсу, май және нәруыздардың көлеміне қарай топтарға бөлеміз. Және соңғысы оларды төмен калориялы және жоғары калориялы деп екі топқа бөліп жазамыз. Зерттеу жұмысын аяқтасақ, барлығымыз тақтаға назар аударып, өз-өзімізді бағалаймыз. Балалар, барлығымыз берілген суреттерге назар аударамыз. Алдымен күнбағыс майы мен сары майды салыстырайық. Оларды неден жасайды? Жарайсыңдар, ендеше суреттерден пайдасы аз тағамдарды көрсетіңдер. Неліктен ол суретті таңдадың? Таңдауыңды түсіндір. Барлығымыз таңдауымызды түсіндіріп болсақ, тақтадағы бағалау критериясына назар аударамыз. Әрқайсымыз өз-өзімізді бағалаймыз. Тақтадағы келесі суретке назар аударамыз. Суретке қараймыз. Дұрыс өсу мен даму үшін қандай тамақ жеген дұрыс? Қалай ойлайсыңдар? Неге сүт пен ет тағамдары пайдалы болып келеді? Менің сұрақтарыма жауап берсек, тақтаға назар аударамыз және де өз-өзімізді бағалаймыз. Ендеше бүгінгі сабақты қалай меңгергендеріңді тексеру үшін желпеуіш таратамын. Сендер бүгінгі сабақтағы ең құнды болған бір материалды осы желпеуішке бір сөйлеммен жазасыңдар. Жарайсыңдар балалар, өте керемет. Ендеше әрі қарай үй тапсырмасын жазып аламыз. Үйге оқулықтың 49-шы бетіндегі энергияны жұмсау және орнын толтыру жайлы сұрақтарға жауап беру. Және де қосымша дұрыс тамақтану дегеніміз не екенін оқып келу. Сабағымызды аяқтамас бұрын бұлт, күн және бұлт артынан шыққан күнді қолданайық. Егер де сендерге сабақта түсінбегендерің көп болса, бұлтты көтереміз. Сабақ өте қызық болып өтсе, күнді көтереміз. Ал егер де сабаққа қызығушылығым енді оянып келеді десеңдер, бұлт артынан шыққан күнді көтереміз. Жарайсыңдар балалар, өте керемет. Бүгінгі сабақ мен үшін өте қызықты өтті. Сендер де сабаққа белсене қатыстыңдар. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.